Баршаңызға сәлем, заңгерлік сауаттылық атты курстың 9-шы сабағына қош келдіңіздер. Бүгін бұл сабақта біз онлайн займдар бойынша сотқа талап арыз жазуды үйренеміз. Сонымен микрокредиттік қаржы ұйымы жайлы кішкене ақпарат беріп кетейін. Біріншіден, 1 қаңтар 2020 жылға дейін алынған онлайн займдар бойынша несие шартын жарамсыз деп табуға болады. Неге? Себебі оған дейін олардың жаңағы үстіне қойған вознаграждениесі 56%-дан асып кеткен болатын. Негізі аспау керек болатын заң бойынша. Одан кейін екінші жағдай, бізде жоғарыда отырғандар осы онлайн займға, яғни айтатын болсақ, азаматтық кодекске, заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізіп жерді осы онлайн займдарға қатысты. Неге? Себебі сотқа жүгініп несие шартын жарамсыз деп тауып жатқандардың саны күрт өсіп кетті. Сондықтан да 1 қаңтар 2020 жылдан бастап 1 шілдеге дейін 2020 жылы осы 7 айдың аралығында алынған онлайн займдар бойынша процент вознаграждениесі 100%-дан аспау керек деген заң шығарып жерді аяқ астынан. Одан кейін айта кететін жағдай, негізі 1 шілдеге дейін 2020 жылдың онлайн займдарды ешкім қадағаламаған. Яғни олар заңды тұлға компания ашып, оңды солды адамдарға онлайн займдарды бере берген. Оған дейін мен осы соңғы 5 жылдықта 2021-ді қоспағанда соңғы 5 жыл бойы осы онлайн займдармен шын айтқанда арпалысып, соттасып келе жатырмын. Соған дейін ұлттық банк осы онлайн займдарға біздің ешқандай қатысымыз жоқ, біз оларды қадағаламаймыз деген жауап беретін. Бірақ осы 1 шілдеден бастап, 2020 жылдан бастап ұлттық банк ол микрокредиттік қаржы ұйымдарын, онлайн займдарды өзінің қарамағына алуға шешім қабылданды. Яғни микрокредиттік қаржы ұйымдары, яғни онлайн займдар, оларда банк сияқты ұлттық банктан лицензия алуға міндеттенді. Одан кейін өздерінің жаңағы беретін несиелері бойынша 56%-дан аспайтын процентпен ақша беруге міндеттелді, яғни банк сияқты. Одан кейін 1 шілдеден бастап, 2020 жылдан бастап, оған дейін Қазақстанда 5000-ға жуық онлайн займ компания болатын. Осы 1 шілдеден бастап олардың саны 2 есе азайып қалды деп айтуға болады. Қазіргі таңда олардың саны, қателеспесем, 2000-дай. Бірақ айта кететін өте қуанышты жаңалық, жақында ғана ұлттық банкте осы микрокредиттік қаржы ұйымдарға байланысты тағы да заңдар қабылданайын деп жатыр. Ол енді 2021-де емес, 2022 жылы қабылданатын шығар. Ол заң бойынша олар микрокредиттік қаржы ұйымдарының беретін несиенің пайызын төмендеткісі келіп тұр, яғни 20-30%-ға дейін. Бұл өте керемет жаңалық. Сондықтан да бұл қайсы датаға сіздің онлайн займ бойынша алынған датаңыз, датаның қайсысына тура келсе де, мына жердегі мен айтқан жаңағы проценттер туралы оған мән бермеңіздер. Неге? Себебі мен онлайн займдар бойынша қарыз соманы алған адамдардың барлығына берер кеңесім сотқа барып несие шартын жарамсыз деп тану жайлы талап арызды міндетті түрде беріңіздер. Себебі неге? Бергеннен сотқа бермегеннен сотқа бергеніңіз дұрыс. Неге? Себебі осы уақытқа дейін онлайн займдар бойынша қаншама мың адам сотқа бергеннің арқасында 1 шілдеде 2020-да ұлттық банк микрокредиттік қаржы ұйымдарын өзінің қарамағына алып отыр, оларды қадағалап отыр, және де оларға лицензия беріп отыр. Өте керемет жаңалық. Ол 5 жылдың ішінде әрине көп уақыт, осы 5 жылдың ішінде әрине өте көптеген онлайн займдар, осы өте көптеген семьяларды бұзғанын өте жақсы мен білемін, себебі осы салада соңғы 5 жыл бойы жұмыс жасап жүрмін деп айттым.
Сондықтан да оған дейін олардың процентімен айтпай ақ қояйын қанша болған. Кей кездері 1000%-ке дейін барған. Яғни ұлттық банк оларды қадағалауға алуға асыққан жоқ. Енді 1 шілдеден бастап, 2020 жылдан бастап өзінің қарамағына алып жатыр. Ол да үлкен жетістік. Сондықтан да алдағы уақытта заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізіле жатар, бірақ сіздің тарапыңыздан міндетті түрде онлайн займ алдыңыз ба, ол бойынша несие шартын жарамсыз деп табу жайлы сотқа міндетті түрде талап арыз беріңіз. Себебі әркімнің жағдайы әртүрлі. Мысалы үшін бір онлайн займдарды алатын болсақ, ол жай ғана ай сайын процент төлеп отыр, яғни негізгі сума азаймайды ол. Сіз 1 жыл төлесеңіз де, 2 жыл төлесеңіз де, 3 жыл төлесеңіз де, ай сайын жаңа продлевание жасап тұрасыз, ал ай сайын продлевать етіп тұрасыз, бірақ негізгі алған жаңағы 60-90 мың суммаңыз ол азаймайды, ол дұрыс емес нәрсе. Мұндай несие шарттары сотта жарамсыз деп табылып жатады. Сондықтан да мен сізде қазір қандай жағдай екенін білмеймін, бірақ қандай жағдай болған күнде де сіз міндетті түрде сотқа талап арызбен жүгініңіз. Одан кейін айта кететін нәрсе, жаңағы микрокредиттік қаржы ұйымымен жаңағы қарапайым компанияның қалай айырмашылығы қандай деп сұрап жатасыздар сіздер. Яғни олардың біз қалай ажыратамыз? Яғни біз онлайн займ алған, яғни несие алған компания ол микрокредиттік қаржы ұйымына жата ма, жатпай ма деген сұрақтар сіздерден өте көп келеді. Сол жайлы айта кетейін. Бұл жерде қарайтын болсаңыздар, компанияның атауында, егер ол заңды жұмыс жасайтын болса, ұлттық банктен лицензия алған болса, олардың компанияның атауының жанында МКО, МФО деген сөзі болу керек. Яғни микрокредитная организация, былайша орысша айтқанда, немесе микрофинансовая организация. Олар былай тұруы мүмкін. Мысалы үшін, Тенго деген компанияны алдық, То Тенго. Бұл заңсыз екен көріп тұрсыз, Бұл қарапайым компания, микрокредиттік қаржы ұйымы емес. Екіншіден, То МКО Тенго. Демек, бұл екінші компания заңды жұмыс жасайды деген сөз, ұлттық банктен лицензия алды деген сөз. Бірақ бұл жерде өте мән беретін маңызды жағдай, сізге мысалы үшін Тенго айта кетейік, мысалы ретінде. Мысалы Тенго сізге жаңа қарыз соманы берді. Берген кезде ол То Тенго болатын. Бірақ сізден қарызды өндіретін кезде 1 жылдан кейін уже То МКО Тенго болды. Олай заңсыз, себебі қарыз берген кезде ол микрокредиттік қаржы ұйымы болған жоқ. Берген кезде То жай ғана Тенго болды. Бұл жағдайды сіздер жаңағыдай шағым жазған кезде онлайн займдарға, сол шағымның астында мен жаңағыдай абзацты қосып кеттім. Егер де сізде несие шартының бір экземпляры болмайтын болса, оны жаңағыдай онлайн займнан сұрап алуға болады деп жаздым. Олар беруге міндетті. Сол жаңағыдай несие шартын алғаннан кейін, немесе оферта деп айтылады кейбір жерлерде, соны қарап, оқып көріңіздер. Яғни сізге қандай компания басында ақша берді? То Тенго ма, немесе То МКО Тенго ма? Ал То жаңағыдай МКО болатын болса, берген кезде уже МКО болатын болса, олардың жаңағыдай вознаграждениесі 56%-дан аспау керек екенін сіздер өте жақсы уже білесіздер. Сонымен талап арыз дегеніміз не? Талап арызды не үшін сотқа беруіміз керек? Талап бұл сотқа жіберілген талап, сотқа талапкердің жауапкерге оның құқығын мойындауға, немесе өзіне қажет нәрсені орындауға міндеттейтін соттағы іс әрекет. Яғни орысша айтқанда иск деп жаңағыдай переводталады. Иск, исковое заявление, яғни талап арыз. Бұл талап арыздың үлгісі сіздерге міндетті түрде жіберіледі. Ол жерде қысқаша айта кететін болсақ, ол жерде талап арыз, яғни сіз компанияға талап арыз берген кезде, компания заңды түрде, заңды мекенжайы қай жерде, сол елді мекеннің сотына онлайн түрде через судебный кабинет арқылы жібересіздер. Ал судебный кабинет арқылы талап арызды жіберуді мен сіздерге өткен сабақтарда айтып кеттім. Сондықтан да бұл сабақта оны қайталаудың ешқандай қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұл талап арызды жазған кезде өте мұқият болыңыздар, Мен берген үлгіге қайта қарап, ол жерде қандай заңдар
жазылды, ол заңдар қазіргі таңда бар ма, барлығын Google'дан тексеруге болады. Жаңа мен айтылған заң, мен айтылған бап, тармақша, тармақ, оның барлығы өзгеріп кетпеді ме? Себебі шыны керек заңдарға өзгерістер мен толықтырулар біздің елімізде күнде болады. Сондықтан да оның барлығын мен айтып жатқан ақпарат қазіргі кезде актуальны ма жоқ па, оның барлығын Google'дан тексеріп отыруға болады. Осымен достар, бүгін 9-шы сабағымыз аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау саламат болыңыздар.